Сәлем достар, бүгін менің подкастымның алғашқы шығарылымы әйел адамның денсаулығына арналады, яғни қыз-келіншектердің жиі кездесетін арыз шағымдары гинекология бойынша жатыр мойынның обыры, ВПЧ мәселесі, вакцинация, ерте жүктілік, жалпы қыз бен ананың арасындағы байланыс, осы және өзге де маңызды тақырыптарға тоқталамыз. Бүгін менің подкасттың алғашқы қонағы Сұңқар Қосманапқызы, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және демография саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшесі, жоғары санаттағы дәрігер, акушер-гинеколог, денсаулық саласының үздігі, MBA магистрі. Көріңіздер, өте маңызды тақырыптарды қозғаймын. Қынаптарыңды шайсаңдар, ұлы бала туады деген. Бұл масқара миф енді. Әр минут сайын бір әйел өмірден кетеді. Ер азаматтар жұқтырады бір-біріне. Хламидия инфекциясы, гонорея дейміз. Неге дәл қазір бұл өршіп тұр дегенім ғой? Жыныстық инфекциядан сақтанбаудың әсерінен табылған рактардың 70%-ын шақыратын бұл 16-18 тип. Пандемиядан кейінгі 330 мың әйел көз жұмған екен. Киста, миома, эрозия дейді, барлығы немен байланысты бар? Оның барлығы эндокриндік бұзылыстар. Менің алдыма 25 жаста етеккір тоқтаған қыз келді. 25 жасында, иә. Сұңқар Қосманапқызы, қош келдіңіз. Менің алғашқы бағдарламамның қонағысыз. Сізге өте маңызды сұрақтарды қоюды жоспарлап отырмын, себебі бұл әрбір әйел затының ойлап жүрген ішкі түйсігіндегі бар мәселе. Ең әуелгі сұрақ, жалпы кез келген 18 жастан асқан қыз бала, келіншек, әйел заты неше мәрте жылына қаралу керек гинекологқа? Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Жалпы бүгін сіз өте актуальды теманы қозғап отырсыз. Әйелдің денсаулығы деген бұл болашақ сау ұлттың кепілі. Сондықтан жаңағы сұрағыңыз орынды. Біз кез келген жасөспірім жасынан бастап әр ана қыздың денсаулығына өте маңыз көңіл бөлу керек. Неге десеңіздер, бұл қыздың алғаш етеккір циклының басталғаннан бастап менопаузаға дейінгі барлық жаңағы период дейміз ғой, уақыты осы репродуктивті денсаулыққа көңіл бөлумен өтеді. Менопаузаға да тоқталғым келіп отыр. Ол да менде бір ойымда жүрген сұрақ еді. Жалпы 18-ден кейін неше рет бару керек деп сұрайтын болсаңыз, тұрмысқа шыққан қыз болса, жылына бір рет міндетті түрде гинекологтың визиті әр әйел затының есінде болатын дүние. Бізде бармайтындар бар. Бізде бармайтындар бар. 8 жылдап, 10 жылдап бармайтындар. 10 жылдап бармайды. Оларды өздеріңіз іздеп барып табасыздар ма? Біз өзіміз міндетті түрде қалалық жерде емханаларға тіркелген РПМ бойынша әйелдерді 30 жастан 40 жастан бастап скрининг қайталаған кезде 70 жасқа дейін әр 4 жыл сайын жатыр обырының скринингіне іздеген кезде міндетті түрде әйелдерді іздейді, яғни учаскелік дәрігер, учаскелік гинеколог. Ал енді ауылды аймақтардағы, жалпы ауылды мекендердегі әйелдер осы визитқа бара ма жоқ па, мен нақтыға жауап бере алмаймын. Енді өзіңіз білесіз ғой, ауыл аймақта тұратын қыз-келіншектердің расында да кейде уақыты болмайды. Жұмысы бар, үйдің ішіндегі шаруасы бар, бірақ дегенмен де жаңағы жоқ дегенде жылына бір рет болса да қаралу керек дейсіз ғой. Міндетті түрде. Қандай талдауларды, яғни анализдерді тапсырған дұрыс болады? Қазір көп қой, жаңа мазок тапсыру керек дейді, соның арқасында білет. Бірақ мен кейбір ақпарат көздерінен былай шолып шыққан кезінде ол ең арзан анализден тұр дейді. Одан көп нәрсені білу мүмкін емес деп жазған. Осы жайлы айта кетсеңіз. Жалпы әйел енді жыл сайын біздің протоколымыз өзгереді, мына мәміспен берілетін тексерістердің тегін мемлекеттің анализдарының шеңберде кеңеюде байқап отырсаңыз, соңғы бір 2 жылда өте көбеюде. Сондықтан әйел ең базовый енді негізгі анализдер деп сұрайтын болсаңыз, кез келген әйел жылына бір рет жамбас қуысының ультрадыбысы зерттеуін өту керек. Ол міндетті. УЗИ. Міндетті түрде қан талдауын қарау керек. Ол жердегі гемоглобиннің деңгейін. Соңғы кезде бізде тренд болған жаңағы ферритинді жақсы қараймыз біз. Себебі ферритиніміздің запасы толық болмаса, болашақ ананың тоғыза жүктілігінің өтуі, фетоплацентарлық бұзылыстар, баланың салмағының азаюы, жатырдан қан кету босану кезінде немесе көбінде аутистік ауытқулары бар балалардың ең бірден бір
себептерін осы біз ферритинге кептіріп жатырмыз. Сондықтан сонымен қатар жалпы жағынды мазок дейміз, қынаптан жағындалып жалпы микрофлораның қынап микроб жүйесінің қалыптылығын қараймыз, және де жыл сайынғы пап тест өзіміздің әйелдердің жыл сайын жатыр мойнының рагын алдын алатын бірден бір скрининг. Сіз айтып отырған пап тесті 2 жылда бір мәрте ғана тапсыру айтылған ғой, негізі бізде 3 жылда бір рет келіп тапсырсаңыз болады деп. Ол бізде онкоскрининг немесе жидкостная цитология деп айтамыз, сұйықтық цитологиясы, ол әр 4 жыл сайын 30-дан 70 жасқа дейін қарастырылған, бізде заң бойынша бекітілген, бірақ жалпы онкомазок жылына бір рет тапсырып қойса артықтығы жоқ. Ол өте қымбат емес, ол әр емханада тегін тапсырылады. Біздің жергілікті емханаларда барып, жаңа сақтандырылған қыз-келіншектер барып қаралады. Ал сақтандырылмағандарға бұл тест тапсыру мүмкін емес пе қазір? Мүмкіндігі болмай жатады. Міндетті түрде сақтандыру қажет. Иә, мәмс жарнасын төлеу керек. Әрине. Түсінікті. Жалпы бізде қазір интернетті ашып қалсаң, анализ тапсыр, мынаны тапсыр, жаңа қанды тексерт дегенде көп ақпарат бар. Бірақ сайып келгенде соның барлығы қажет пе? Ең қажетті деген 5 анализді атаңызшы. Аналар саулығы деген бағдарлама бекітті ғой біздің министріміз. Оның ішінде 12 этап бар, жаңа гепатит, ВИЧ бар, общий анализ, группа крови бар, флюорографиясы бар. Енді оны айта берсең ұзарып кетеді. Сондықтан ең басты деген жаңағы біздің ультрадыбыстық зерттеу, жамбас қуысының жалпы қан талдауы, қан тобы және де гепатит, ВИЧ-тарға барлық анализдарын тексеру. Егер де әйелдің жасы 35-тен жоғары болса, егер де жүктікті пландап жатқан кезде, бұл кезде біз генетиктің консультациясына міндетті түрде жүгініп жатамыз. Сұңқар Қосманапқызы, қазір байқасаңыз 8-9 жастағы мектепте оқитын 2-3 сынып оқушыларына да етекер ерте келіп жатыр. Бұл немен байланысты? Жалпы мына баланың өсу кезінде, жалпы ағзасының өсу кезінде баланың психологиялық өсуі ерте дамыған жағдайда біздің гормондарымыздың ерте бөліне бастауы мүмкін. Бұл енді өте жиі деп айта алмаймын. Ең етеккірдің ерте келген жасы, жиі менің алдыма келетін пациенттарымның балалардың ішінде 10-11 жасты құрайды, ең ерте келгені. Егер ондай жағдай болса, міндетті түрде эндокринолог, гинеколог мамаға жүгіну керек, және де бала гинекологына қызды апару керек, уақытша гормоналды коррекция жасап, ондай жағдайдың алдын алып немесе тоқтатып, уақытша тоқтатуын қамтамасыз ету керек. Неге десеңіздер, етеккір циклы ерте басталу бұл патологиялық жағдай. Ол ой өрісінің, психосоматикасының ерте өсуі, және де уақыттан тыс баланың денесіне өзгерістің кіруімен сипатталады. Яғни бұндай балада бойының өспей қалуы, жалпы денесінің өсуінің тоқтауы дамуы мүмкін. Алаңдатарлық фактор ғой. Иә, бұл қыз балаға зиян. Бірақ дегенмен де өте жиі кездесетін болды соңғы уақытта. Немен байланыстырасыз оны? Яғни біздің ол тамақтарымыз, күнделікті жеп жатқан канцерогендік, өңделген, жаңағы консервіленген тамақтар дейміз. Бүгінгі жастарымыздың әрқайсысын қарасаңыз, анандай шығып кетіп бара жатты, қолдарында күніге жаңағы өңделген химикат қосылған сусындар, күнделіктегі чипсилары, мына күнделікті жаңағы біздің ведрингтен алып жатқан күндегі сусындарымыз қайда 1 километр очередь болып тұратын, осының барлығы баланың жалпы тұлға болып қалыптасуына, ағзаға келіп жатқан токсинді заттар немесе болашақтағы предиабеттік жағдай, артық салмаққа кететін жағдай, эндокриндік патологияны шақырудың бірден бір факторы осылар. Етеккір проблемасыдан бөлек, яғни эндокриндік жүйенің бұзылуына алып келеді. Әрине. Яғни сіздің артық салмақ қыз балада болса, дұрыс тамақтанбауынан артық салмақ болса, аналық бездің функциясына өзгерістер кіріп, ұсақ кисталардың пайда болуымен етеккір циклының жоғалып, және де бедеуліктің болуына алып келеді. Бүгінгі таңда сонымен қатар бізде көп қарап отырсақ, 2005 жылғы, 2006 жылғы жас жұбайларда бедеулік көбеюде, артық салмақтың орны өте үлес алуда. Әлемде статистика қандай осы ертеккірдің келуі? Оларда қараған боларсыздар, тексеріс зерттейсіздер ол өздеріңіз? Иә, енді нақты әлем бойынша мен айта алмаймын, бірақ біздің Қазақстанда ерте етеккірмен күресу деген енді пайыз өте төмен. Ондай кезде міндетті түрде коррекция жасау арқылы біз уақытша етеккірдің басталмауына алдын аламыз. Ата-ана нені білу керек? Жасөспірімдердің осы мысалы 9-10 жасқа келіп, мысалы ең алғашқы рет етеккір келіп қалса, гинекологқа барып
міндетті түрде қаралу керек қой, енді айту керек, түсіндіру керек. Жалпы мынау біздің қалалық жерде, жалпы Қазақстанның барлық жерінде жастар денсаулығы орталығы деген бар. Осы ақпаратты көп адам білмей жатады. Яғни бұл орталық әр поликлиниканың базасында өзінің жеке кіретін есігінен бастап 9 жастан бастап 29 жасқа дейінгі қыз келіншектерге немесе балаларға, жасөспірімдерге арналған орталық. Егер де анасы алғаш жетеккірден келіп, оған гигиена туралы айтуынан ұялып жатса, менталитетімізге сәйкес, егер де ол балаға ашық, білімі жетіп, сауатты түрде түсіндіре алмай жатса, міндетті түрде анасы қызының қолынан жетектеп, сол центрларға апарып, орталықтарға гинекологпен сөйлестіріп, жалпы гигиенасынан бастап, баланы психологиялық көмек көрсету ретінде жалпы бір апарып өткізіп болғаны артық болмайды. Гигиена мәселесіне де алдағы уақытта қазір оралатын боламыз. Енді тағы да бүгінгі таңда ең актуалды тақырыптардың бірі ол адам папилломасының вирусы. Дұрыс айттым ба? ВПЧ деп айтады. Себебі Твиттерда да, Фейсбукта да, өзге де Инстаграм парақшасында да бұл тақырып өте жиі талқыланып жатыр, және де актуалды тақырыптардың біріне айналып отыр. Жалпы бұл вирустың әйел затына, әйел адамның денсаулығына қаншалықты зияны бар, зиян ба? Байқасам, оның онкологиялық, онкогендік түрлері бар екен, зиян келтіретін. Сонымен қатар бұрыннан адамның ағзасында бар вирус, бірақ ол аса бір ешқандай әсер етпейді дейді. Енді жалпы ВПЧ деп айтқан кезде біз өте бұл кең тақырыпта қысқаша айтып өтейін. Жалпы адам папилломасының вирусының 150-ден астам түрі бар. Оның 12 түрі ең жоғары онкогендік, канцерогендік әсер беретін түрі бар. Білем, 16 мен 18. Соның ішінде, жаңағы мен айтқан 12 ВПЧ-ның типінің ішінде 12 жоғары. Соның табылған рактардың 70%-ын шақыратын бұл 16-18 тип. Қалған 30%-ын жаңағы 12 түрдің қалған шақырады екен. Яғни, енді бүгінгі таңдағы ВПЧ деген кезде біз мысалға әйелдер келіп жатады. Қынабында толған жаңағы анагенитальды бородавка дейміз, өсінділер көреміз. Вульвасының аймағынан, анагенитальды аймақтан, қынаптың қабырғасынан, немесе жатырдың аузынан. Яғни бұл әйелдерді біз міндетті түрде жаңағы ВПЧ-ға скрининг жасаймыз. Егер ол скринингтан 1 типі, 2 типі, 3 типі носитель жұққан әйел болса, міндетті түрде айтамыз, қызыңыз болса вакцинация етіңіз, потому что вертикаль жолмен туылған ол баласын, ол берілуі мүмкін. Немесе ол кісі жаңадан ол вирусты жұқтыру мүмкін. А бұл вирус тек жыныстық жолмен ғана жұғады. Ер азаматтардан немесе бір-бірін жаңағы жұқтырады бір-біріне. Сондықтан әлем бойынша Gardasil деген жаңағы вакцинаны ойлап тапқан кезде балалардың средний статистикасын алған, қай жастан бастап жыныстық қатынасқа түседі. 15 жас, біздің Қазақстанда балалардың орташа жасы жыныстық қатынасқа түсетін биылғы статистика бойынша 15 жасты құрап отыр. 15 жас? Статистика, 15 жасқа дейін балаларды бірінші вакцинацияны салып, яғни ағзаға иммунитет қалыптастыру мақсатында осы біздің денсаулық сақтау саласы осы вакцинаны енгізді. Яғни біздің емханада берілетін вакцинаның түрі бұл Gardasil 4 деп аталады. Яғни бұл 4 түрлі вирусқа, яғни 4 түрлі валентті вирусқа бағытталған, 6-шы, 11-шы, 16-шы, 18-ші типті вирусқа бағытталған. Яғни жаңағы 70% жатыр обырын шақыратын вирус 16-18, яғни соған қарсы бұл иммунитетті қалыптастырып қояды енгізгеннен кейін ағзаға. Яғни оның этаптары бар. 12 жастан бастап енгізеді, бірінші дозасын, екінші дозасын 1 жылдан кейін, үшінші дозасын 15 жаста енгізіп, 3 дозасын алғаннан кейін бұл бала 90% жатыр мойнының рагынан гарантия деп айтсам болады, және де ол ағзаға басқа вирусты жұқтырса да, ағза оны қабылдамайды, себебі оның уже иммунды жүйе қалыптасқан ол жерге, түсіндіңіз ғой. Сондықтан бұл вакцинаның маңызы өте зор. Көп ата-ана оны түсінбей жатады. Мысалға, бір мектепте 15 қыз болса, ол 15 қыздың 3-і ғана келісіп вакцинаны алады. Неге қорқатындарын білмеймін. Бізде вакцинадан фобия деген әлі жалғасуда. Оның себебін ата-аналар зерттегісі келмейді, білгісі келмейді. Бізде ақпараттандыру аз ба дейміз, ақпараттандырудың барлығы жүріліп жатыр енді. Бүгінгі таңда мен кейбір жағдайда осындай жағдай түсінбей жатамын өзім дәрігер ретінде. Мен білетінім, денсаулық сақтау министрлігі биылдан бастап мектептерде дәл осы вирусқа қарсы екпе салуды бастады. Қазіргі таңда статистика қандай, өзі қанша қыз балаға салынды, білесіз бе? Бүгінгі таңда енді бір 40-30% ғана вакцинацияланды деп айта аламын. Қалған бұл өте аз біздің еліміз үшін. Әлемде қалай өзі? Әлем бойынша жылына 330 мың әйел
көз жұмған екен былтырғы статистика бойынша жатыр мойнының обырынан. Яғни әр минут сайын бір әйел өмірден кетеді жатыр аузының обырынан. Ал біздің Қазақстанда 600-700 әйелді құрайды. Яғни бұл күніне 2 әйел жатырдың обырынан өмірмен қоштасады деген. Елімізде күн сайын 2 әйел жатырдың аузының обырынан көз жұмады. Яғни бұл қазіргі таңда бұл обыр бізде Қазақстандағы рак дертінің алғашқы көш басында тұр. Көш басында тұр, иә. Сондықтан енді бір кездері бұл жалпы Gardasil деген вакцинаны 2006 жыл алғаш шыға бастаған кезде Америкадан 2013 жылы тек қана әлем бойынша 71 мемлекет патенттеп регистрациясын жасап қыздарына ала бастады. Яғни бұл ел 90% жатыр рагының обырынан қорғалады деп саналды. Әлі күнге дейін сол статистиканы түсірген жоқ ешкім. Метаанализ жүруде. Содан кейін жаңағы вакцина алғаннан кейін оның овуляциясы бұзылады. Вакцина алғаннан кейін оның бедеулігі болады. Осы бедеулікке тоқтаңызшы. Расында да бұл вакцина деген ұрпақ бермейді деген көптеген миф ақпараттар бар. Оның барлығы жалған. Ол қаншама Япония елінде бұл Gardasilді бір күнде ғана енгізіп қойған жоқ. Бұл әлемнің ғылыми орталықтары, үлкен онкологиялық центрлары барлығын енгізіп, адамнан бұрын жануарға жасап, оның эффектісін көріп, результатын алғаннан кейін барып, адам затқа тек қана вакциналауды бастады. Сондықтан ондай жалған ақпаратқа сенбеулеріңізді сұраймын. Өкінішке орай бүгінгі таңда мына Instagram парақшасында маркетингдік жолды іздеген көптеген блогерлар, көптеген жаңағы дәрігерлер отырады. Клиницисте емес, клиникада істемейді, бірақ ақпарат береді халыққа, халықты сендіре біледі. Сондықтан адамды шатастыру басталады. Сондықтан мен ондай жалпы ақпаратқа сенбеуге шақырамын халықты. Бұл екпе бедеулікке алып келмейді дейсіз ғой? Ешқандай бедеулікке де алып келмейді. Менопаузасы сол уақытында, қалыпты уақытта болады, ұрпағы да болады, 5-еу ма, 10-ы ма барлық баласын босануға өмірге келуге болады. Менің білуімше, бүгінде емханада тек 2-ақ түріне тапсыруға мүмкіндік бар. Яғни 16 мен 18 қалғандарын егер тапсыратын болсаңыз, ақылы түрде. Ақылы түрде кез келген лабораторияға барса, вирус папиллома человека высокоонкогенный типы деп аталатын өзі пункті бар. Соның ішінде 12 түрді анықтап береді. Неге соңғы уақытта көбейіп кетті ол? Енді қараңыз, жаңа мен айтып кеттім, біздің елімізде орташа жыныстық қатынасқа түсетін жасөспірімдердің статистикасы 15 деп айтсақ, яғни ерте жыныстық қатынасқа түсу. Ерте жыныстық қатынасқа түсумен қоймай, жыныстық инфекциядан сақтанбаудың әсерінен бүгінгі таңда осы вирустың жұғу жолы, өршу дәрежесі өте жоғары. Сонымен қатар көптеген бізде босанғаннан кейін келіп жатады. Мысалға мен күнделікті ол клиницист ретінде практикада айтып отырмын. Мына вирус папиллома человека деген көп әйелдер 2 түрі, 3 түрі соның тасымалдаушылары. Соның ішінде ер азаматтарда оның тасымалдаушылары. Нақты тікшектің обыры, ол тек қана жатыр аузының емес, тікшек, вульва, қанаптың қабырғасының рактарының бәрін осы вирустар айналдырады жаман клеткаға. Кеңес заманында болмады ма? Кеңес заманында мен ойлаймын, лабораторияға мынандай тексеріске мүмкіндік болмады. Болса да бұл жай бізге көрінбей қала берген сияқты. Жоқ, біздің ата-аналарымыздан сұрасақ, естіген жоқпыз дейді. Біз тапсырған жоқпыз, сондайды білмейміз дейді. Неге дәл қазір бұл өршіп тұр дегенім ғой? Бұл енді жаңағы айтып отырмын ғой, иммунды жүйенің жалпы төмендеуі. Осы пандемиядан кейінгі жалпы мына әлемде жасөспірімдердің жаңа жиі ауруынан кейін иммунды жүйенің басылу төмендеуі. Сонымен қатар жаңағы енді барлығын ойлаймын, ерте половой акт, жыныстық қатынас бірден бір әсері бар деп ойлаймын. Соның ішінде сақтанбайтын, жалпы жыныстық қатынасқа түсу мәдениетінің төмендігі деп ойлаймын. Жатыр мойын обырының алғашқы белгілері қандай? Бізді көріп отырған көрермендер нені білуі керек? Жалпы жатыр мойнының рагының симптомы өте жоқ деп айтсам болады. Жоқ, білінбейді. Білінбейді. Тек қана көбінде дәрігердің алдына келіп, нақты жанына батып келетін сәттері, ол бізде жыныстық қатынастан кейінгі қанды бөліністер, этикр циклының ортасындағы түсініксіз қанды бөліністер, және де қандай түсті болады? Қан аралас түсті болады, қан аралас түсті. Сонымен қатар іш төменгі жағындағы ауру сезімдері, және де жыныстық қатынас кезіндегі ауру сезімдермен көбінде бізге келіп жатады. Яғни біз оны міндетті түрде гинеколог ретінде креслода айнаға қарағанда жатырдың тканьдарының, тіндерінің деформациясын көреміз. Ары қарай кольпоскопия, міндетті түрде ол бізде рутинді, өте жоғары сапа беретін тексеріс әдісі кольпоскопиямен көру арқылы, және де цитологиялық мазокты қарау арқылы, ең бірінші қосымша биопсия алумен қатар, немесе пайпл биопсия дейміз, жатырдың әр жерін, жатырдың мойнының әр аймағынан алу арқылы гистологияны нақты алған кезде біз әйелге осы нақты диагноз қоя аламыз. Оның емі бар ма? Егер де біз ерте сатысында
Бірінші өзі нешеге бөлінеді? Төрт стадия, төрт стадиясы бар. Соның бірінші, екінші сатысында егер де біз әйелдің жатырдың аузының обырын көрген жағдайда химиотерапиялық арқылы және де сол тканьды белгілі бір жерін резекциялап немесе кесіп алып тастау арқылы оның ары қарай клетканың дамуын тоқтатуымызға болады. Егер де кеш келген жағдайда жаңағындай төртінші стадиясы болса, енді ол кезде міндетті түрде пациент онкоцентрға, онкология орталыққа жіберіледі, ары қарай үлкен массивті әртүрлі химиотерапия арқылы ары қарай процесін жүргізеді. Сізді сұхбатқа шақырмас бұрын мен барлығын оқып шықтым, өзім дәрігер болып кеттім ба деймін арасында. Бірақ түсінген бойынша өте мынау төртінші жатыр обырының ең асқынған түріне шалдыққан қыз келіншектердің жатыр обырын алып тастайды екен, иә? Жалпы жатырдың аузын ғана алып тастамайды, жалпы әйелдің репродуктивті ең басты органы жатырды және де оның метастаздық деңгейіне байланысты қай тканға. Ол метастазға кетіп қалды. Әрине метастазға кетіп қалды. Яғни қасындағы органдардың барлығына шашырап, тарап өсуі мүмкін. Соған байланысты оны онколог мамандар, хирургтар шешеді, қай жерге метастаз, контрастпен қай жерге тарауына байланысты сол қажетті органдарды алып тастайды. Былай айтқанда, енді одан жазылып кетсе де жақсы, бірақ кейбір жағдайда өкінішке орай жазылмай, жаңағындай біздің Қазақстанда жылына 600-700-ге жуық әйелдің көз жұматыны да осы себептен деп ойлаймын. Бұл гинекологиядағы ең ауыр дерттің бірі, иә? Ауыр дерттің бірі. Бүгінгі таңда медицинаның дамыған заманында, лабораторияның барлығы бар заманда, медициналық тегін көмектің бар заманда бұндай жаңағы қолдан жіберіп алған дәрігерлер үшін өте өкінішті жағдай. Сондықтан жалпы әйел адам әркім өзінің жеке басының жауапкершілігі, тұлғалық жауапкершілік деген өте мықты қалыптасу керек деп ойлаймын қоғамда. Жалпы бұл босанған қыз келіншектерде жиі кездесе ме? Босанған қыз келіншектерде жиі кездеседі деп айта алмаймын. Бұл жерде әйелдің босану-босанбау категориясына қарамаймыз. Жыныстық қатынасқа түскен сәттен бастап 40 жасқа дейін осы скринингті, онкоскринингті барлық қыз келіншектерге тапсыруға мен кеңес беремін. Егер болған жағдайда толығымен ем алып, ешқандай жатыр аузы тінінің өзгеріске кірмеуіне дейін емді жүргізіп, ол даже ол вирусты алған, ол вирусты жұқтырған адамның өзін қосымша вакцинациялап, ол вирустың титрін төмендетуге болады. Сондықтан мен айтам, 45 жасқа дейінгі, бүгінгі таңда әлемде 45 жасқа дейінгі жастағы әйелдер вакцинация алуға болады, және де 26 жасқа дейінгі ер азаматтарда вакциналауға болады. Биыл енді Қазақстанда бүгінгі таңда талқыланып жатыр. Ұл балаларға жыныстық қатынасқа түскенге дейін тегін, егер де заң сол шыққан сәттен біз тағы да ұлдарымызды қосымша вакцинацияласақ, нұр үстіне нұр болар деп ойлаймын. Бұл талқылауда ма, әлде жай ғана ұсыныс ретінде айтылды ма? Мәжіліске жетті ме? Ұсыныс ретінде айтылды, бірақ бүгінгі таңда талқылануда. Яғни 12 біз ойлаймыз, жақсы нәтиже болады деп ойлаймыз. Потому что себебі бұл әлемдік практика. Кейбір елдерде ұлдарға вакцинация алып жатқан елдер бар қазір. Сондықтан біздің мемлекетімізде ештемеден қалып жатқан жоқ, өте жоғары дәрежеде барлығына қол жеткізіп жатыр. Өкініштісі, бұл Gardasilді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, 300 мың теңгенің айналасында тұрады екен, өте қымбат. 2 дозасы, иә. Мысалға, менің алдыма келген пациенттер бүгінгі таңда ешқандай үкіметтің тегін вакцинасына қарап тұрған жоқ, оны түсіне білген адам, болашағын қорғаймын деген адам, оның барлығын алып, өз бетінше алып жатқан қыз келіншектер өте көп. Вакцинаны алу үшін қандай дайындық жүргізу керек? Вакцинаны алу үшін міндетті түрде ВПЧ-ға онкоскрининг мазок тапсыру керек, жалпы онкоцитологиялық мазок тапсыру керек, жаңағы клеткалардың деңгейін қарау керек. Егер гинеколог дәрігер маман нақты вирус жоқ деп айтатын болса, бәрі таза, ешқандай сізде жұқтыру немесе жаңағы ешқандай жедел қабыну процестері болмаса, міндетті түрде ол әйелге біз алуға рұқсат беріп жатамыз. ВПЧ-ның түрлері көп қой, бәріне тапсыру керек пе? Жаңағы айтып тұрмын ғой, 150-ден жоғары жалпы түрі бар. Оның 12 высоконкогенный тип бар. Сол ғана 12 жеткілікті. Кез келген әйелге 12 түрі жеткілікті. Сонда сіз нақты байқайсыз, жатырдың рагын шақыратын 6, 11, 16, 18 типі. 4 типі өте лидер болып тұр деп айтсам болады. 16 мен 18 тапсырдым менде. Иә. Бәрі дұрыс. Керемет. Ол жақсы деді. Иә, мен өзім үшін жылына бір мәрте міндетті түрде гинекологқа барып қаралам, барлық инфекцияларға. Жаңа сіз өз сөзіңізде айтып қалдыңыз, жастардың арасында да, яғни жастар емес, жасөспірімдердің арасында да жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың түрі көбейді деп жатырсыз. Осы жайлы айта кетсеңіз, нақты қандай фактілер анықталды? Жаңа Гүлназия ханым біздің бөлімшеде аңсаған сәби деген біздің мемлекет басшысының шығарған программасы бар.
Соған байланысты көптеген біздің мемлекетте жаңағы мәмсі төленген азаматтар мен азаматшалар, яғни отбасылық жұптар келіп бізге квотаға тұрған кезде кезекке бүгінгі таңда мына жас ер азаматтардың, қыз келіншектердің өте жоғары дәрежеде ауыр түрлі бедеулігін біз байқап жатамыз. Яғни ол жаңағы әйелдің екі трубасының өтімсіздігі, өтпей қалу, жарымай қалуы, немесе астенотератозуспермия ауыр түрі дейміз, ер азаматтардың жаңағы сперматозоидтарының сапасының өте төмендігі, 0 десем де болады. Осындай проблемамен өкінішке орай үлкен азаматтар емес, жалпы жастар көп зардап шегуде. Яғни бұның барлығы алғаш жыныстық қатынасқа түскеннен бастап сақтанусыз қосылуы, және де сол инфекцияны бір-біріне жұқтырғаннан кейін уақытылы жедел фазасын емдемеуден осының барлығы асқынады. Мысалға айтып айтатын болсақ, бұндай инфекциялар жатырдың іш қуысына үлкен спайкалық жабысқақ ауруын қалдырады. Із ретінде қалдырады. Ол бір рет ауырғаннан кейін оны қайтып емдеу мүмкін емес. Егер созылмалы кезеңнен өтіп кетсе, ол ең бірінші хламидия инфекциясы. Бүгінгі таңда өте жиі кездеседі. Жасөспірімдердің арасында кезге де 16-17-де егер сізге келіп тұрса, гинекологқа мен мынандай половой жизньде өмір сүремін, осындай инфекция болды деп айтса, сіз міндетті түрде енді қарап емдеу жүргізесіз. Сондықтан ондай инфекциялар өте көп, микоплазмоз дейміз, гонорея дейміз, және де трихомониаз деп жатамыз, оның барлығы. Сонымен қатар сифилис деген. Оны біздің арнайы дерматовенерология орталығы бар. Кез келген ауруханаға барған жасөспірімдер немесе жүктілігіне дайындалып жүрген азамат пен азаматшалар барып, осының барлығын уақытылы емдегеннен кейін барып жүктілікті жоспарлап жатса, бұл болашақта салмағы аз емес, 500 грамм, 800 грамм жаңағы өте терең инвалид баланың тумауының бірден бір кепілі, немесе соған жасалған бұл қадам ретінде саналады. Бұл жерде тек қана әйел азаматтар емес, ер азаматтар да қаралған дұрыс шығар, емделген дұрыс шығар. Жалпы мен айтам, Европа елдерінде дәрігердің алдына барған кезде 2 адам бірге барады. Біз енді қазақ менталитетпен көбінде әйел адамнан іздейміз ғой мінді. Ол енді бүгінгі таңда ол стереотиптен біз кеттік. Бүгінгі таңда ер азаматтар да өзіне жиі келеді, урологқа барады, уақытылы жаңағы анализдарын тапсырады. Егер де қандай да бір коррекция болса, коррекциялап, біз жаңағы жігітке өте белсенді дайындап жатырмыз енді. Бұл енді бір жағынан қуантады бізді. Аңсаған сәби бағдарламасы мен бұған дейін де бірнеше мәрте түсірген болатын. Расында да жас отбасылар үшін қуаныштымын. Балалы болып жатқанда қаншама жыл сайын 7000-ға жуық квота бөледі екенсіздер, соның барлығын тек бір астананың өзінде 550-ға жуық квота беріледі. Қандай керемет. Өте жақсы. Сұңқар ханым, Инстаграм парақшама сұрақтар келіп түскен екен. Соған сіз қысқа нұсқа жауап берсеңіз, себебі ауыл аймақта тұратын көрермендерім бар. Кей жағдайда жаңағы гинеколог маман болмай қалады. Сәлеметсіз бе дейді. Маткам төмен түссе, іш қатты ауыру мүмкін бе? Симптомы аппендицит сияқты бола ма дейді. Жалпы бұл жерде толықтап айтатын болсақ, әйел өзі босанды ма, неше рет босанды, қандай салмақпен босанды, және де өзіндік босану ма, кесіртілігімен босанды ма, соны міндетті түрде анамызды жақсылап жинап алғаннан кейін біз жаңағы спайкалық процестің болуын көп іздейміз. Жабысқақ ауыру, енді әйелдің матканың түсуі деген бұл кез келген физиологиялық жолмен босанған әйелдің, соның ішінде 4 килограммнан жоғары егер ұрықты дүниеге келіп жатса, ол әйелдерде міндетті түрде пролапс дейді, қанаптың немесе жатырдың төмен түсуі. Бірінші, екінші степені бұл консервативті жолмен, жаңағы әртүрлі жаттығулармен, немесе бүгінгі таңдағы эстетикалық гинекология, антиэйдж жолдарымен емдеп коррекция жасайтын болсақ, әйелдің өмірінің сапасының артуына біз жағдай жасасақ, ал 3-4 степені болса, егер әйелде зәрін ұстай алмау, тағы да басқа жаңағы ауа шығу дейді, өзінің ауыр көтерген кезде төмен жағының түскенін сезетін болса, мына қынап тұсындағы органдарының, онда міндетті түрде біз хирургиялық емге жүгініп операция жасап жатамыз. Миома күйдіргем, енді ол қайта миоманы күйдіргем дейді, енді ол қайта пайда болмай ма? Спиральдің қандайы дұрыс, спиральмен жүре беру зиян ба дейді. Жалпы спираль деген бүгінгі таңда әлем бойынша жоспарланбаған жүктіліктен жылына 25 миллион аборт болады екен, ойлаңызшы. 25 миллион абортты жасағанша
спиральмен жүре берген жақсы деп айтамын мен кез келген алдыма келген әйелге, әйел ретінде. Яғни спиральдің түрлері өте көп, оның барлығы жаңағы маркетингдік жол. Сондықтан біз кез келген бір кездегі советтің кезінен келе жатқан сол Т-образный немесе кольцообразный, юнона дейміз, немесе серебром дейміз айтып жатамыз ғой. Ең бір жақсы спиральдің түрі өзімен айтын сол. Ал Мирена деген спиральді айтатын болсақ, бүгінгі таңда ол да нақты гиперплазиялық аурулар, қайталамалы қан кетулер кезінде немесе 40 жастан кейін көрсеткіш бойынша ғана қойылатын спиральдің түріне жатады ол. Сондықтан спиральмен максимум 5-тен 7 жылға дейін жүруге рұқсат береміз. Соның сыртында әйелге жыл сайын гинекологқа барып, визитқа барып, қабынуға қарсы терапия алып, этикр циклын қадағалап, немесе гемоглобин деңгейін міндетті түрде қарап жүру керек. Ол инородный тело ғой, бөтен зат. Сондықтан оны міндетті түрде әйелге қарау, гинекологтың бақылауы қажет. Миоманы күйдіру деген болмайды. Миоманы мүмкін алып тастау жағдайы болады. Алып тастаған жағдайда миома өсуі өте екіталай. Ал көп жағдайда көп миоматоздың өзілдет миомалық түйіндер болады. Көп. Егер ондайлардың кейбіреуі кішкентай размерлер алынбай қалса, олар қарай өсуі мүмкін. Бірақ бір алынған миоманың орнына екінші миома өсіп шықпауы мүмкін. Ал эндометриоттық киста болатын болса, ол өсуі мүмкін. Миома, киста, эрозия қалай емдеуге болады? Жалпы эрозия емделе ме дейді? Жалпы эрозия дейміз. Эрозия деген бұл халықтың арасында кең тараған, жалпақ тілмен тараған термин. Бүгінгі таңда эктропион немесе эктопия, жатыр мойны эктопиясы деп айтамыз. Эктопия деген, яғни сервикальды каналдың анатомиялық ерекшелігіне байланысты цилиндрлы клетканың сыртқа қарап шығып орналасуы. Бұл бізге қызыл болып көрінеді, және де жатырды глюкол ерітіндісімен бояған кезде ол боялмайды. Яғни біз бұны эрозия деп адамдар тоқтауымыз мүмкін. Тағы да жаңағы ВПЧ-мен байланыстырып кетемін мен бұл жерде. Нақты эктопия немесе эрозия көрсек, жаңағы пап тестісі, кальпоскопиясы бәрі жақсы болса, ол эрозияны біз емдемейміз. Әйелдің шағын эрозияны күйдіруге болмайды деп жазып жатыр. Болмаса тиіспейміз. Ал егер де біз ол жерден өзгерген ткань, ВПЧ-ның титрін көрсек, оны оң нәтиже шығатын болса, онда биопсия аламыз. Оның барлығы дәрігердің барған кездегі, көргендегі факт бойынша объективті қарау кездегі дәрігердің шешіміне жүгінеміз ондай кезде. Жүктімін, сахар көтеріп кетті, гинекологқа айтсам ештеңе болмайды деп айтты дейді. Жалпы кез келген әйелге айтатыным, гестационды қант диабеті дейміз, немесе жүктіліктің 20 аптасынан кейінгі жүктілікпен шақырылатын қант диабеті деген диагноз алдымызға келген 5 әйелдің бүгінгі таңда 3-інен шығады. Бұл қандай статистика? Бұл предиабеттік жағдай. Бұл бүгінгі таңдағы артық салмақ. Көп босанушыларда бұл өте көп кезігеді. Себебі әр босану ағзаң 10 жылға қартайғанымен қоймай, сіздің қант диабеті мен артериалдық гипертензияға ұшырауыңызға жағдай жасайды. Сондықтан көп босанғанда жасарады деген өткенде тақырыпты тоже айтамын, мен миф деп айтамын әрқашан. Сондықтан 5 қаш қарында егер глюкометрмен әйел қан саусақтың басынан өлшейтін болса, 5-те 1-ден асса, ол қант диабеті диагноз қойылады. Тамақтан кейін 1 сағаттан кейін жаңағы нагрузкамен дейміз, тамақ жеп отырып тапсырғаннан кейін 7-тен 1-ден асса, міндетті түрде эндокринологтың бақылауына барады. 2 апта диета терапия, 9-шы диетаны береміз. Егер диета көмектеспеген жағдайда, міндетті түрде инсулин терапияға отырғызамыз. Ол міндетті түрде гинеколог және эндокринолог маманның коррекциясымен жүріледі. Сонымен қатар ұрықтың жағдайын бақылау керек. Ал егер де ұрықтың жағдайы 5 килограмм, 6 килограмм деп айтамыз ғой, ой, бізде батыр туып жатыр, мына регионда 6 килограмм туыпты деп мақтанамыз. Ол мақтанарлық жағдай емес. Ол ананың қант диабетінің, емделмеген қант диабетінің нәтижесінде туған, ісініп туған фетопаттық бала. Ол балада ертең 30-40 жастан кейінде семіздік және де ол баланың да инсулин резистенттілігі артады. Түсінікті. Мына жерде қызық сұрақ қойған екен, оқып кетейінші. Пиязды қайнатып ішсек бола ма дейді. Жалпы біздің гинекологияда миф заттар өте көп қой жаңағы. Оған қазір тоқталамыз. 5 миф. Гинекологиядағы 5 мифті айтсаңыз. Сол миф деп айтып отыр. Түсінікті. Мына жерде бір қыз келіншек жүкті екен, сұрағын қоя қояйыншы. Жүктілік кезінде варикозбен ауырған кезде кесарево жасау арқылы босануға бола ма дейді. Соны білсем дейді. Жалпы кез келген әйелде варикозды кеңеулер болатын болса, бұл өте сондай бір ауру сезім береді жамбас қуысында. Сондықтан әйелдердің көбі қиналып жүреді 9 ай бойы. Міндетті түрде 37 аптада әйелдің босануының алдында біз объективті қарау жасаймыз. Егер қынаптың қабырғаларында үлкен варикоз кеңеулер жарылып кету қаупі болса ғана, біз оны комиссионды кесіртілігіне жібереміз. Егер де қараған кезде ешқандай өзіндік босануға мүмкіндік болатын болса, біз оны айтамыз. Сондықтан варикоздық кеңеулер жамбас қуысындағы кесіртілігіне нақты да абсолютті да көрсеткіш емес. Түсінікті. Оң жақ яичникте
мен дәл өздері қалай жатса солай оқып отырмын. Оң жақ яичникте киста бар деп еді. Не істесем болады, басым қатты ауырады дейді. Жалпы кистаның 3 түрі болады. Яғни бұл киста желтого тела немесе сары дене, бұл овуляциялық процеске байланысты жарылып өзі кету керек 3 айдың ішінде. Фолликулярный киста дейміз, онда көп қорқынышы жоқ. Ол да 3 айдан кейін гормоналды терапия коррекциядан кейін уақытылы емдеген кезде кетеді. Ал эндометриоидты киста болса, онда біз ол жағдайда көбінде бізге бедеулікпен келеді, қабыну процесімен келеді. Ол кездің ем бізде басқа болады. Ал нақты кистаны қай кезде оперативті емге аламыз? Гинекологиялық острый живот немесе жедел іш деп айтамыз. Жедел түрде көрсеткіш болған кезде кистаңыздың салмағы емес, көлемі 5 сантиметр, 6 сантиметрден жоғары, сонымен қатар канцер 125 немесе әйелдің қанындағы онкомаркер жоғары болған жағдайда біз міндетті түрде онкологиялық диспансерда немесе гинекологиялық орталықтарда кистаны алып, оны макропрепаратын гистологияға жіберу арқылы әйелге нақты анықтап береміз. Негізі киста жарылу қаупі бар. Егер үлкен 8-10 сантиметрден асып кетсе, бірақ ол 3 сантиметр кистаны көріп, бәрін ала бермейміз. Киста, миома, эрозия дейді, барлығы немен байланысты бар? Оның барлығы эндокриндік бұзылыстар әйелдегі. Этикр циклының уақытылы келмеуі, жаңағы инсулин резистенттікке тәуелділік, кішкене артық салмақтың болуы, жаңағы образ жизнь дейміз, немесе анасы жағынан генетикалық ерекшелікке де өте байланысты. Анасының тұқымымен соның генетикасымен берілетін қыздарда өте көп. Бағдарламаның басында менопауза туралы айтып кеттіңіз, мен айттым ғой, қайта тоқталамыз. Менопауза неше жаста басталады? Қазір жасарып жатыр ма? Мен сізге айтайын, менің алдыма 25 жаста этикр тоқтаған қыз келді. 25 жасында, иә. Тұрмысқа енді шыққан, баласы жоқ. Этикр циклы 3 ай бойы жоқ деп қарасақ, жаңа фолликуля стимулирующий гормон дейміз, немесе УЗИ бойынша антральды фолликула дейміз. Бізде аналық без бізге жұмыс жасайды, өрбу үшін жұмыс жасайды. Ай сайын этикр келуі біздің аналық безіміздің потенциалын көрсетеді. Егер этикрін соқтап қалса, міндетті түрде біз қосымша зерттеу арқылы нақты диагностика қоятын болсақ, ол адамға ағзада бөлінбеген, тоқтап қалған аналық бездің қызметін сырттан препарат қабылдау арқылы коррекция жасап, әйелдің сапалы өмір сүруіне, мына аяқ қолының қисайып остеопорозға ұшырамауына, депрессияға кірмеуіне, жалпы жыныстық ағзаларының атрофияға ұшырамауына біз мүмкіндік жасаймыз. Сол үшін бізде эстетикалық гинекология немесе анти-эйдж деген бүгінгі тренд содан шыққан. Ал бір кезде біздің ерте қартаю процесі. Әрине. Әйелдің этикрі жоқ болса, эстроген жоқ болса, әйелдің әдемілігі жоқ. Ал эстроген мен прогестеронның концентрациясы тепе-теңдігі бұзылса, әйелде стресс, әйелде депрессия, әйелде прилив. Алғашқы белгілері қандай? Алғашқы белгілері көптеген әйелдер этикр тоқтағаннан кейін 3-тен 6 айға дейін жаңағы түнімен ұйықтай алмау, қорқу сезімі, прилив дейміз, тершеңдік, әркімде әртүрлі өтеді. Біреуіне мүлде болмауы мүмкін ол симптоматика. Сондықтан біз міндетті түрде әйелге түсіндіреміз. Бүгінгі таңдағы гинекологтардың да жалпы деңгейі жоғары ғой, сауаттылығы. Шетелде оқып келіп жатқан қаншама маман бар. Әйелдерімізге өте жақсы ақпарат кеңес беру арқылы әйелдеріміздің өмір сапасын 70-80-ге дейін біз жақсартуға тырысамыз. Сол 40-тағыдай сезіну үшін біз мүмкіндігінше қосымша орын басушы гормоналды терапия берумен қатар анти-эйджді қосып береміз, сонымен қатар поливитаминдарға отырғызып қоямыз. Гинекологиядағы мифтерге тоқталайықшы. Өте қызықты, жаңада сұрақтар келіп түсіп жатыр. 5 мифке тоқталсаңыз. Жалпы гинекологиядағы миф дегеніміз жаңағы ең бірінші мына ВПЧ вакцинасынан кейін бедеу болып қалу дейді. Айтайын деп едім, мен мифті әркім өзінше айтады ғой, енді өзің. Жоқ, сіз енді нақты зерттелген ғылыми тілмен маман ретінде осы саланы. ВПЧ инфекциясынан кейін бедеулік болады дейді. Бұл миф. Екіншіден жаңағы баланың жынысын жоспарлаймыз. Немесе 1 литр суға 2 қасық сода қойып жуынсаңдар, төмен жақтарында қынаптарыңды шайсаңдар, ұлы бала туады деген. Бұл масқара миф енді. Үшіншіден жаңағы гормоналды препарат ішкен кезде семіріп кетеді деген. Ол мүлде дұрыс нәрсе емес. Контрацептив болсын, жүктіліктен сақтану болсын, менопауза кезіндегі қосымша дәрілер болсын, олардың артық салмаққа ешқандай әсері жоқ. Төртінші, яғни бұл бүгінгі таңда интернет желісінде әрбір тампондар салынады. Бұл тампон салған кезде миомаңыз кетеді, бүкіл кистаңыз жарылып шығады дейді. Сөйтсе ол тампонның ішінде материал екенде, ол шығады екен, әйелдер оны миома шықты деп ойлайды. Ол мүмкін емес. Миома деген жатырға жабысып өсіп қалған ткань, оны тек қана скальпельмен кесе алмасаң, ол шықпайды. Сөйтіп адамдарды алдайды. Бұл да миф. Экран арқылы айтайын сіздерге. Ал 5-ші мифтарыңыз, бұл жаңағы гинекологқа барсаң, сіздің қыздық пердеңіз алынып қалады деген. Иә, мен бұны оқыдым, иә. Қыз бала алдымызға келсе, гинекологтың ең бірінші сұрайтыны
жастық категориясын қарап тұрып бетіне қарап сұраймыз, сіз жыныстық қатынаста өмір сүресіз ба дейміз. Сүрмейміз десе, біз ешқандай заңды түрде ол кісіні қинап түрту біздің ондай немізде жоқ. Суретімізде жоқ. Сондықтан барлығы миф. Сондықтан осы 5 мифті мен қыз келіншектеріміз біліп жүрсе деп ойлаймын. Қыз келіншектің қыз ұл тууы кімге байланысты? Осы сұрақ жиі талқыланады. Қыз келіншектің ұл тумадың деп айыптап жатқандар да бар. Қыз келіншектің ұл тууы тек қана ер адамға байланысты. Ер адамның хромосомасына байланысты, яғни XX деп айтамыз ғой хромосома. Бірақ неге әйелдерді кінәлайды бізде? Ол енді бұрыннан қалыптасқан менталитет, бірақ оны бүгінгі таңда еркектер өте жақсы түсінеді. Егер әйеліңіз қыз босанып жатырса, сіздің хромосомдарыңыз доминантты емес, әлсіз, әйелдің доминанттылығы басып тұр деп түсіндіремін мен. Бұл дәлелденген. Бұл вообще дәлелденіп, Швейцария ғалымдарымен, неміс ғалымдарымен дәлелденіп, бұл хромосомдық ерекшеліктер баяғыдан анықталып қойған. Енді ол бүгінгі таңда әлеуметтік желінің болуына байланысты ер азаматтар кішкене көздерін жеткізіп, оған сеніп жатыр. 21 ғасырда әйелдің қынабының микробиотасының бұзылуы деген ең басты термин. Бұл Ресей Федерациясына барсаңыздарда, жаңа форумдарға, әлемдік форумдарда осы теманы айта береді, әр форумда айта береді. Яғни бұл 21 ғасырдың қыз келіншектерінің ең глобалды проблемасы. Яғни қынаптың pH ортасы 4,5-ден аспау керек. Яғни ол жерде бізде ішек сияқты дисбактериоз болып кетсе, мысалы балаға біз антибиотик берген кезде дисбактериоз деп жатамыз. Яғни филоквортан бір ай берейікші, шанан берейікші деп. Сол сияқты әйелдің қынабының ортасы дұрыс болуы, оның сыртқы жаңағы айтып отқан ВПЧ-ңыз бар, жыныстық инфекция, хламидияңыз, трихомония, соның алынуының пайызын төмендетеді. Ол деген иммунды тор ол деген. Оны сақтау үшін бізге гигиена өте маңызды. Гигиенаңыз бүгінгі станда қыз келіншектерге, жасөспірімдердің, қыздардың анасы келіп жатқанда айтам, тек қана сумен ғана жуыңызшы, жыл сумен ғана. Одан болмай жатса, парафинсіз, иіссіз, химикатсыз, лактобацилласы бар интимгелмен қыз баланы төмен жағын жууға болады деймін. Немесе болады ғой, жаңағы для купания дейді. Мысалы, для купания гель с рождения дейді. Соның иіссіз, көбі иіссіз табиғи жолмен жасалынған гельдермен жууға мен тек рұқсат етемін дәрігер ретінде. Ал жаңағы иістендіргіші бар, орхидеяның иісі бар, мята иісі, ментолом, ондай барлығы мен жоқ деп айтамын. Неге назар аударуымыз керек сатып алған кезінде? Сатып алған кезде құрамында лактобацилла болу керек міндетті түрде. Жазылып тұра ма лактобацилла деп? Обязательно лактобацилла жазылып тұрады. Яғни палочка дидерления дейді, қынаптың ортасын сақтайтын. pH 4,5 деп көрсетіліп тұрады. Сосын иіссіз, парабенсіз, биологиялық кәдімгідей интимгель эко деп жазылып тұрады. Соған өте басты назар аудару керек. Бұрындары болған жоқ, қазір көп енді маркетинг. Қазір енді ондай көп қой. Маркетинг хоттар өте көп. Не бір гельдер сатады. Бағалары жаман емес негізінде. 5.000 маңында. 5.000, 8.000, 10.000 теңгелігі де бар екен. Соған байланысты сұрап жатырмын ғой біз. Керек пе, керек емес пе, қолдану қажет пе? Бірақ сіз секілді гинеколог мамандар қажет емес, тек қана жылы судың өзі де жеткілікті деді. Себебі ол өзін тазартатын органдардың бірі. Енді қараңыз, біздің ата әжелеріміз таза ауада, таза етпен, айран сүтпен өмір сүрсе, бүгінгі таңда сіз екеуміздің жейтін тамағымыз, сіз екеуміздің қолданатын күнделікті төсемшеміз, сіз екеуміздің күнде ішетін карамель мен кофеміз бізге онымен жуынуға кеңес береді. Неге десеңіз, сіздің ішкен тамағыңыз, асқазан ішек жолыңыздағы барлық флораңыз бұл сіздің қынаптың бөлінісінің көрінісі. Сондықтан енді мен оны үзілді кесілді жумаңдар деп айтпаймын, жаңағыдай критерийға қарап қана гигиеналық тұрғыда неге қолданбасқа. Әйелдерге айтатын 5 кеңесіңіз? Әйелдерге айтатын 5 кеңесім, жалпы әр әйелдің денсаулығы бұл болашақ сау ұрпақтың өмірге келуінің басты бір кепілі. Сондықтан әйел репродуктивті денсаулығына тек қана матка, тек қана босану кезінде гинекологты еске алмай, жалпы әйел әдемілігімен ұштастырып, осы репродуктивті жүйесін алып жүрсе деймін. Екінші миф, екінші айтатын кеңесім, мына жас өспірім қыздар, өсіп келе жатқан ұлың болсын, қызың болсын, жас аналарға, аталарға, әкелерге айтатыным, балаларды ерте жүктіктен сақтау үшін, балаларды ерте жыныстық инфекциялардан сақтап, болашақ бедеулік ұрпақ алмас үшін жалпы жыныстық тәрбиені айта білу, соған үйрену, қоғамды үйрету. Яғни бұл деген жаңағы сексологияны айту емес, ол қыз балаға, ұл балаға сен ұлсың, сен қызсың, мынау гигиенаң деп түсіндіру, отбасынан бастап. Неше жастан бастап сөйлесу керек қыз баламен? Қыз баламен 9 жастан бастап сөйлесу керек. Айту керек.
міндетті түрде қыз бала дайын болу керек, моральды, психологиялық. Қазіргі балалар біз айтпай тұрып біледі бәрін, тек қана көмектесу керек оларға. Жаңағыдай инфекциялардың белең алуы былай тұрсын, ерте жүктілік фактілеріне тоқталдыңыз. Журналист ретінде де мен де ақпараттың бәрін оқып шықтым. Расында да бізде ерте жүктілікті өршіп тұр екен кейбір өңірлерде бар. Мен бұл туралы өте үлкен сюжет жасаған болатын жаңалықтарда. Жаңа сіз бір сөзіңізді айттыңыз, 15 жаста дедіңіз, ерте жүк. Бізде 13 жаста да жүкті болған қыз бала бар. Жалпы мынау Қазақстан Республикасының президент жанындағы әйелдер істері мен демографиялық саясаттың ұлттық комиссиясы әр мүшесі әр регионда осы мониторинг жасайды. Өте жүктілік бойынша жаңағы МСЗ, жастар орталығы айналысып жатыр. Үлкен жұмыс атқарылып жатыр экранның ар жағында. Көрінбейтін. Яғни соның ішінде, мысалға мен сізге факт ретінде айтатын болсам, тек осы соңғы бір айдың ішінде менің бөлімшеме 14 жастағы 2 қыз жүктілік бойынша диспансеризацияға алынды. Бұл нені айтады? Бұл отбасындағы айтылмаған жабулы қазанның нәтижесінде шыққан дүние ма, әлде атаммен әке мен ананың баласына уақытылы айтылмай қалған кеңесі ма деген өзіме сұрақ келеді. Ана ретінде де, дәрігер ретінде де өте бұл ауыр жағдай негізі түсінген адамға. Мен өзім 14-те қызым бар, қараймын жүрегім ауырады. Кей жағдайда енді андай педофилдердің қолынан зардап шеккен қыз балалар бар. Бұл жерде енді жаңағы әке-шешесі білген, ұзақ уақыт кездесіп жүргенде білген, оның барлығына енді көз жұма қараған жағдайға болады. Және де босануға бел буғандар балаларына поддержка беріп отыру. Біз оған ештеме дей алмаймыз. Сіз жаңа айттыңыз, енді 9 жасынан бастап сөйлесу керек. Енді бізде арасында да өзіңіз де айтып отырсыз ғой, енді көп әйелдер сөйлесе алмайды, бізде бала мен ананың арасында байланыс жоқ, оны психологтар да растап отыр ғой. Неден бастаған дұрыс, қалай түсіндіріп баланың тілімен қалай байланысты орнатуға болады? Кей жағдайда аналар қыз баламен арасында байланысты үзіп алғандар да бар. Таңертеңнен кешке дейін жұмыста, оны да түсіне аласың. Бірақ дегенмен де осы ерте жүктілікті болдырмау үшін сіз айтып отырған мынау жаға ұстатарлық фактілерден аулақ болу үшін ана ретінде қандай сұрақтарды қойып, неге дайындау керек баланы? Өткенде де айтқан болатынмын, тағы бір осындай подкасттарымда, біз көп дүниені отбасының құндылығынан іздемейміз. Біз қоғамның білім саласы мен денсаулық сақтау саласынан іздейміз деген сөзім айтылды. Ол жай айтылған жоқ. Шынымен де біз қоғамнан көп нәрсені талап етеміз. Мектептен көп нәрсені талап етеміз. Мектеп ол балаға білім береді. Медицина саласы бұл адамды емдейді факт бойынша. Сондықтан барлығы мектеп әрине ол тәрбиені береді, бірақ оны ұштастыра білетін ана мен әке болу керек. Әке өзің деңгейінде олмен сөйлесе білу керек уақытылы. Сол моментте жібермеу керек. Бала тұлға болып қалыптасқаннан кейін әттеген-ай деп бармақты істеуге болмау керек. Сондықтан бұл жерде ана мен әкенің рөліне мен 90% барлығын жүктеп қояр едім мен. Ешқандай қорқыныш жоқ. Кез келген психологқа барыңыз. Сізге айту міндет емес, мен тағы да осы экран арқылы айтқым келеді. Қазақстан Республикасының әр өңірінде, ауылдарын, аймақтарында, райондарында, қала жерде, Астананың өзінде 18 центр, молодежный центр здоровья бар, 18. Тек қана қызыңызды қолынан жетектеп алып барасыз, мектептің психологына барып сұрайсыз, қай жерде МСЗ, біздің поликлиниканың, біздің мектептің МСЗ-сі қай жерде орналасқан деп сұрасаңыз, ары қарай сізге айтудың да қажеті жоқ, барып бірінші гинекологтың, психологтың консультациясын 1 сағатыңызды бөлсеңіз, сіздің қызыңыз көптеген нәрседен ақпарат алады, болашақ ерте жүктіліктің алдын алады. Енді етеккір келген жағдайда бірінші гинекологқа бару керек дедіңіз, апару керек? Міндетті емес. Егерде қыз бала белгілері қандай болады? Ең алғашқы келетін етеккірдің? Етеккірдің ең алғашқы енді ол жас ерекшелігіне байланысты. Біреуінде 10 жарымда, біреуінде 13-те, біреуінде 14-те. Бірақ кез келген етеккір келердің алдында қыз баланың 1 ай бұрын іші ауырып бастайды, сәл ауырсыну сезімі, бетіне акненің пайда болуы, көңіл күйінің тұрақсыздығы, ашуланшақтық, тершеңдік болады. Оған енді назар аудару керек. Қыз балаға соны ақырындап дайындап, моральды, психологиялық және де оны прокаткасын, төсемшесін неше рет ауыстырады күніне, қалай жуыну керек, ондай кезде қалай өзін ұстау керек мектепте деген сияқты кеңестерді ана ретінде айтса, мен ойлаймын, қазіргі балалар өте ақылды. Біз аналар айтпай, олар ChatGPT-де біліп отырады оқып. Сондықтан мен ойлаймын, тек қана бұл жерде көмек қана керек. Сәл ғана бір демеу керек балаға. Бар болған сол. Сұңқар Қосманапқызы, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Өте сондай керемет ойларыңызбен, пікірлеріңізбен, жалпы зерттеулермен бөлістіңіз. Бұл подкаст бізді алыс шалғайда тұратын қыз келіншектерге өте пайдалы болатынына сенімдімін. Рахмет сізге. Рахмет.